Ел тәуелсіздігінің еңселі 30 жылдығы қарсаңындағы игі істер өз жалғасын табуда. Күні кеше Жаңарқа ауданының әкімі Юржан Бекқожин пәтер кезегінде тұрған көп балалы аналарға жаңа үйдің кілтін табыстады. Жағымды жаңалық жөнінде келесі бейнесюжетте кеңірек тарқатамыз. Жазиралы Жаңарқа даласында мемлекеттік деңгейде қолға алынған бірнеше әлеуметтік жобалар жүзеге асырылуда. Соның бірі Нұрлы жер бағдарламасы. Аталған бағдарлама бойынша атқарылып жатқан ауқымды шаралар міне өз жемісін беруде. Аудан орталығында бой көтерген Жаңа Нұр шағын ауданында салынған жаңа пәтер кілттері кезекте тұрған 20 көп балалы анаға табысталды. Ал жыл соңына дейін тағы 12 күміс және алтын алқасы бар батыр ана қоныс тойын тойлайды деп күтілуде. Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев 19 жылы әдейі осы көп балалы отбасыларына қамқорлық көрсету жағдайын күшейтуді тапсырған болатын бәрімізге, осы билікте жүргендерге. Сол 19 жылдан бастап біз де осы жұмысқа кірісіп кеттік, жақсы білесіздер. Жеке жалпы тізімнің ішінен алып шығып, көп балалы аналарымызды бөлек тізімге қойдық. Содан бері міне осы 3 жылдың ішінде 60 үй бердік. Тағы да көптеген игі істер барлық ауданымызда, аудан көлемінде жүріп жатқан жақсы білесіздер сіздер. Алла қаласа үлкен зәулім мектеп салынып жатыр, бітіреміз. Сосын осы бізде көптен бері аңсап жүрген осы біздің балаларымыз жүзу білмейді, жақсы білесіздер. Осы біз алдымызға мақсат қойған болатынымыз жақсы үлкен 25 метрлік жүзу бассейні салып жатырмыз. Ішінде тренажер залдары бар. Оны да бітіреміз Алла қаласа биыл. Алдағы уақыттарда ендігі жылдан бастап үлкен спорт комплекс салмақшымыз. Оған қазір документ дайындап жатырмыз, бүкіл сметалық құжаттарын. Үйлерді салып жатырмыз, көрдіңіздер. Көшелерімізді абаттандырып жатырмыз. Әрине осының бәрі жалғыз біз емес, осы халқымыздың, сіздердің көмектеріңіздің арқасында. Ал енді бүгінгі қуаныштарыңыз құтты болсын. Баспанаға ие болатын азаматтар мен азаматшаларға іші толған жанға толсын, сырты малға толсын дейді қазақ. Сондықтан да еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жаңарқа әлеуметтік экономикалық әлеует көрсеткіші бойынша облысымыздағы көшбасшы аудандар қатарында. Тақтайдай тептегіш жолымен, еңбексүйгіш елімен, тектілерді түлеткен төрімен биік белестерге бетбұрыс жасап келе жатқан киелі өңірдегі жүйелі жұмыстарды көзбен көрдік, көңілге түйдік. Айта кетейік, ауданда салынған үй құрылысына пайдаланылған қыш кірпіштер мен өзге де қажетті материалдар жергілікті өнім екен. Алыстан арбалағанша жақыннан дорбалаған жөн көрген жұртшылық Жаңарқада жасалған деген брендті қалыптастыру мақсатында біршама жобаларды қолға алуда. 2019 жылы көп балалы аналар санаты жеке шығарылды, жеке санат бұл. Бұл 2019-дан бері және алдында бұл категория әлеуметтік аз қамтылған осал топтарына жатқан, содан бөлек алынып шықты. Берілетін жер үйлер, айтады ғой, двухквартирный дейді, екі пәтерлі үйлер 60 квадраттан асады. Енді сапасы біз қарап шықтық, бәрін жақсы сапасы. Ішінде пеші, суы, жылуы, жарығы бәрі орнатылған. Баспана мәселесі бүгінгі қоғамның басты мәселесі екені жасырын емес. Бұл орайда құшақтары гүлге, жанарлары нұрға толы жаңарқалық аналар бүгінгі қуанышты күнге жеткендіктеріне шын жүректен ризашылықтарын білдіруде. Мен осы 2 жылдан бері көп балалы ана ретінде үй кезегінде тұрмын әкімшілікте. Бүгін міне өзімнің пәтерімді алып тұрмын, иесіз болып. Осы елбасымызға және осы Жаңарқа ауданының әкімі Юржан Асановичке алғысымды білдіремін. 3 бөлмелі пәтер беріп отырмаған. Өзімнің және отбасымның атынан үлкен алғыс білдіремін. Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев халық бірлігі және жүйелі реформалар ел өркендеуінің берік негіз атты дәстүрлі жолдауында қарапайым халық үшін тұрғын үйдің қолжетімділігін арттыру қажеттігін қадап айтқан болатын. Жолдауды қолдау шеңберінде ауданда тәуелсіздіктің 30 жылдығына 30 игі іс атауымен ерекше жоба ел кәдесіне ұсынылған.
Мұқағали Сейітқазы, Нұрбол Үздікбаев, Дидар телеарнасы.